ишпен биз айналысабыз, жоспар коебуз, жумуш жасайбыз. Сиздер да бизге көмөктесиңиздер. Тажрыйбелерди карау керек, жана бир подход жасоо керек, себеби жаштар сону күтөт. Сиздер да ону бизден күтүп атасыздар. Сону энди ары карай сондай жумуш жалгастырабыз. Endi қазіргі жағдайды айтатын болсақ, өзіңізге белгілі ғой жағдай. Жағдай ардагерлердің жағдайлары ауырлау. Дәрі-дәрмек қымбаттап кетті. Азық-түлік те қымбат. Мына біз анализ жасадық. Біздің сол 128-30 мыңдай адамның пенсиясы 30 мыңдайды, 46 мың теңге. Ол енді 46 мың теңгеге дәрі ала ма, жоқ азық-түлік ала ма? Міне осындай жағдай болып тұр.